Армысыздар, қазанның 31-і 30 тур ойындар, 1-ші лига Елімай Ақжайық кездесуі. Елімай чемпиондықты шешіп қойған, бірақ рекордты жаңартқысы келеді. Ақжайық әлі де премьер лигадан үмітті. Осында айдаспаған шығарады деп кім ойлаған? Бізде бүгін қалада осылай футбол ойы. Елімай футбол клубы жеңіске жетеді деген сенімдемін, себебі 1-ші лиганың соңғы матчы Елімай алға. Ай, бәрекелді. Матч басталды. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан ағайынның парасы көп. Бізге жеңіс керек. Жеңіліс үшін ойнамайтын анық қой. Бастай салды, тартысқа толы ойын. Қос команда 1-ші лиганың 1-шілігін бастап берген болатын. Есеп 1-1 сырт алаңда Оралмен тең ойнап қайтқан болатын. Әрине Ақжайық осал қарсылас емес. Оны біздің ойыншылар да жақсы түсінеді. Дегенмен тырысып бағады ғой. Допты онақ көреміз енді. 25 Бектас Қырдауылов, 29 Таман Тұрсынбаев, 99 Қуаныш. Кәрім Смайылов, Арман Смайылов. Яқымлев! Павел Яқымлев! 10-3 минутында ойынның есеп ашты. Ай, ола! Еркебұлан Нұрғалиев, біздің капитан тағы не істейді? Бізде жаңбыр басталып кетті. Ойын жалғасуда 24 минут. Ай, Еркебұлан! Өте қауіпті! Есеп 1-1 біздің қақпаға 38 минутта Қоштама добынан баспен салды. Көреміз қалай болады.
Bizde Boyşan Paşa Sultan, Arman sındı oyuncular var. Осындай кезде biz соларға сенім артамыз. Еркебұланның өзі көтермекші. Өте қалыпты. Бақытжан Маликов осы Елімай сапының негізгі құрамының ойыншысы. Шын жүректен құттықтаймыз. Біздің команданың талантты ойыншыларының бірі Бақытжан Маликовқа университет гранты тапсыруда. Супербол жобасында грант иегері атанды. талантымен танылған осы Бақытжан Маликов бүгінде грант на бесплатное обучение. 151 нөмірдегі біздің жанкеріміз осы Шери автокөлігінің иеленді. Қайда ол? Арманға бірге қол жеткізуге болады, оның айқындады. Ағамыз кетті. Енді қазір біз тексеріп алайық бұл кісіні. Қош келдіңіз аға. Сіздің төлқұжатыңызды бола ма? Бар газетке өту үшін және де сіздің купоныңыздың барлығы. Ағасы, менің алдында ғана алдыңыз ғой, Рауанның алдында алыпты, иә, менің алдында ғана алды. Ертерек келген кезде бәлкім сен алып барлығы, жай ғана сәтсіз. Бұл кісілер көп алған ғой, Бұл кісілер көп алған екен, мінекей. Құтты болсын, құтты болсын. Бір зарплата алып тұрған екен ғой. Мінекей, қараңыздар. Құтты болсын аға, лайық. Бақтың өзі жеңімпаз. Ағамызды қош келетейікші. Құтты болсын аға. Шери автокөлігінің иесі анықталды. Біздің жанкерлерге бір сүй айта кетсеңіз. Елімай, жанкер футбол командасы жеңісті. Бәріңе сәттілік тілейміз. Рахмет. Бақытты болыңыз әрқашан. Екінші тайм басталды, құрметті жанкерлер. Ойын тартысқа толы. Екі команданың да белдесуге қақы бар сияқты. Бірін-бір алалар емес, есеп әзірге 1-1. Біз ойыннан енді көп нәрсені күтеміз, бірақ дегенмен Елімай чемпиондық атақты алып қойған. Осы жеңілсіз серияны жалғастырса деген бізде үміт қана. Сондықтан бір жағынан асықпайды, бір жағынан енді өз алаңда, өз жерінде ұтылуға тиіс емес қой деген үміт қой. Өтте! Қауіпті болған ғой. Ал біздің Еркебұлан Нұрғали. Қорғаушылар сауатты қорғана білді. Елімай сапындағы алғашқы ойыншылар алмасуы 31-ші нөмірдегі Арман Смаиловтың орнына 9-ші нөмірдегі Бека Кавторадзе шықты. Біздің Сұрымерген алаң оралды. Бека Кавторадзе! Бека! Бека! Арман! Қалай болды? Бека! Молодец! Айва, жарайсың. Енді бұқан шығара беруге болады. Есеп 2-1, Елімайға жұмыс жасап тұр. Бека Кавторадзе тағы кетті доппен. Бека жүрген жерде бір гол болу керек. Арқадан итерді дейді. Недеге қауіп. Өте қауіпті. Мұхаммед Әбірғалар!
Арман. Қалай кетті Сұлтан, е? Басқара. Армани 1 метр. Уа, Сұлтан! Сонымен құрметті жанкүйерлер, құрметті ардақты ағайын, жеңіліссіз серия жалғасы, рекорд деген осы, Елімай чемпион деген осы. Бека Залатай гол салды. Нұрсман. Азамат. Жеңіліс серия жалғасты. Молодцы. Жеңіс құтты болсын тағы да. 5 проигрыш. Рахмет. Парни, быстро поблагодарили и награждение. Самат салған сары жол десек болады шығар. Команданы алып шықты. Жеңіліссіз серия. Оңай болған жоқ сезон. Мы чемпионы, непобедимые. Спасибо за сезон. Эх, кто собак. Поздравляю. Спасибо. Сезон был неплохо, да? Тяжелый. Жеңіліссіз рекорд қой дейме? Барша семейліктердің Молодежь, давай, откликнешься, давай, отходим. Біз бұл сәтті шынымен де көп күттік. Неше жылдар бойы елімізде, облысымызда жалпы футбол тұралып қалған болатын екен. Бүгін жаңа Абай облысы құрлық қайдадан төлеген Елімай футбол клубынеке жеңіс тұғырынан көрінуде. Стадион диктора. Осы кісілердің медиа саласында үлкен жетістіктері. Нағымдықа? Осы сезон басынан бері осы стадионнан табылып жүрген жанкүйерлердің бірі. Сезон жайлы жалпы жеңіліссіз серия, Елімайдың жалпы жетістігі. Футболдың отаны
бұйырса осы қадаммен шарықтан әрі қарай Елімай дәл осы қарқыннан жаңылмаса, бұйырса қазақтың чемпиондығын осы елге алып келетініміз сенімдіміз. Ел алға. Премьер-лиганы алуға, иә? Иә, бұйырса. Все, рахмет. Ернар, сезон қалай болды? Ойла, вообще ұтылмадық қой. 14 ойын, 14 победа. 30 ойын. 30 ойын болды. Иә. Міне барлық жанкелер алаңда тойлап жүр. Ойыншылар естелікке суретке түсуде. Сейчас арендаға келді ғой сен, е? Да. Все, енді бұйырса қалай болады енді дальше? Не знаю, если это получится. Все, Қайрат, удачи, Қайрат, дос. Қайттыр алмады. Бұл кубокты ұстауға жанкүйерлердің де сәлде болса еңбегі бар. Son жанкүйерлерде